Ал, бісміллә деп барлығымыз қайда кеттік? Тойға. Ләбәттәте бір қарап қойыңыз. Қарап қойайын. Сәттілік болсын. Аман есен өткізіп алайық. Шаңырақта той болсын. Алла нұр жауып. Тілектеріңізге рахмет. Дайректте жазып жатыр. Ура, той көреміз деп. Менің оқырмандарым. Күшті. Намаз атылады десең. Менің тойым. Жауған жақсы ғой. Иә, жаңбыр деген жақсы. Аға айтады мөлдірге қолын жетпей қалып жатыр ғой. Ал барлықтарыңыз маған қараңыздар. Бір, Құтты болсын. Не деген? Майрапам келе тұрады. маған қараңыздар. Супер. Ой, жаным, аэропорттан шығып кетіп Жұп, қалайсыздар? Жақсы. Қалай жатыр? Вау, это что за платье? Қалыңыз қалай аға? Қалай жатайыңыз? Қалай жатайларыңыз? Турциялас досым. В смысле Турциялас? Только Турциялас дос. Жоқ, екеуміз ғана барамыз дегенге. Турциялас дос болады деп. Что-то ол планымызды іске аспай қалды. Зато одан да крутой план істесе. Құдай қаласа. Жап-жас ата келе жатыр. Қалайсыз? Ой, қалайсың? Қалай жағдайларыңыз? Burada қараймыз. Bir, iki, üç.
тиімді пайдаланса. Тамаша, қымбат қонақтар, сіздер үшін қуаныш иесінің атынан, біздің мөлдір әпкеміздің атынан бриллиант тойбасы! Рахмет. Бұл енді үлкен ниетпен, арманмен алынған сыйлықтар. Сондықтан да той жұғысы болсын. Ырысы қысат, жақсылық жұғысат дейді. Жақсылық барлықтарыңызға жұғысы болсын. шын мәнінде үлкен рахмет. Ойлана келе тойдан қыз балалар өздері тақса, ер азаматтар үйдегі қызына барып тақсын. Менің қыздарымдай білімді, өнерлі, сұлу, еңбекқор болсын деген осындай оймен табыстадық. Мөлдір махаббатпен қабыл алыңыздар. Тамаша, мынау аты шықпаған адамнан аты шыққан Екі көрші Майра Ильясова апайымыз бастап келіп отырса, Қыдырәлі ағамызбенен Қарақат ханым бастаған біздің үлкендеріміз Айнара Мағадырма, Сазина ханым, Затбек ағамызды, Мирас аға Құралай ханым, Жамбыл ағамызбенен Жазира ханымды бастаған біздің үлкендеріміз. Сіздер Байғұлжын ағамыз, арнайы құрметпен шақырамыз. Маржан Арапаева, Динара Сәтжан, Зарина Омар. бізді арнайы мөлдір әпкеміз сонау Шымкентте шақырып отыр, Динар әпке. Керемет. Номер 1 особа. Да? Қайда? Шымкентте или Астанада? Қазақстанда. Да? Не знаю, я раньше думала, что у нас номер 1 особа Турсунбек. Баяғыда ғой. Айтады мөлдірге қолымды жетпей қалып жатыр ғой. Ал барлықтарыңыз маған қараңыздар. Бір, Яночка моя, құтты болсын. Не деген? Майра апам келе тұрады. маған қараңыздар. Майра апай! Супер. Ой, жаным, Майра апамдан шығып кетіп отырсың.
Қалай жады? Привет, жадым. Вау, это что за платье? Қалыңыз қалай аға? Қалай жадайыңыз? Қалай жадайларыңыз? Турциялас досым. В смысле Турциялас? Только Турциялас дос. Жоқ, екеуміз ғана барамыз дегенге. Турциялас дос болады деп. Что-то ол планымызды іске аспай қалды. Зато одан да крутой план іске асады. Құдай қаласа. Жап-жас ата келе жатыр. Қалайсыз? Ой, қалайсың? Қалай жадайларыңыз? Тойбастар сыйлығымызды осы бір сәтте тиімді пайдалансақ. Тамаша, қымбат қонақтар, сіздер үшін қуаныш иесінің атынан, біздің мөлдір әпкеміздің атынан қуаныш бір той бола берсін. Әне ешкім қол соқпайды. Өйткені ет жеп жатыр. Ой, жаным менің, әне қалай болды болғанға жаным сол. Ал енді екі тамаша кішкентай қызыма, мен үшін кішкентай қыздар, жаңағы айтып қой, аттар әдемі, айым, Райымбек деген, Райымбек атамыздың, бабамыздың атағы берілсін, сондай мықты болсын, атынан ат үркетін жігіт болсын. Ал енді сен туралы айтқым кеп тұр. Мынау күйеуге шық десем, айтам, сен бірден шығып кетесің. Менің аузымды ал деп көп адам айтады. Аяғына қарай айтады. Мен өнерде бірден танымал болу, бірден халықтың қошаметіне жарты жылдың ішінде шығу деген, ол ешбір әншінің маңдайына жазылмаған. Ал енді мөлдірмен көп тойға барамыз, концертте кездесеміз, жақында менің елім Семейге бардық. Құдай сақтасын. Мен мөлдірдің аты мен фамилиясы айтылғанда халық деген тұрып кетіп жатыр ғой. Біздің Семейде ерекше қарсы алды. Және бірден сахнаның байталманына айналып қалыпты. Бүткіл халықты өзінің аузына қаратып, халық жібермей ұзақ қол соғып, сондай бір керемет дәрежеге қазір енді кейде бір шақырсаң, неше ай расписан, 3 ай уже уақыты жоқ. Міне жаным, енді сондықтан осы өнерде жүрген жақсы тамаша апайларың, құрбыларың бәрінің жолын беріп, міне ортамызда отыр ғой, біздің тамаша әншілердің, солардың жолын беріп, жаным, жолым ашық, өзім жұлдызды бол. Құтты болсын. Амин. Соны тілеп, столдың ең басында мен отырып едім. Құтты болсын. Аяғымыз жақсы болсын. Қалай болсын, көп болсын, астана. немере көбейсін, артынан ерсін. Құдеке, парасат, құрмет, бәрі құтты болсын. Анасы. Енді әже болған. Сіздің әже болғаныңыз, менің ата болғаным құтты болсын. Жұғысты болсын бәріңізге. Құдай қаласа, Джонни мен Жазираның немересін жуып отырайық. Доча Адема привезла диплом, международный, между прочим, диплом из Дубая по специальности архитектура. Второе событие. Айым окончила школу. Она завершила школу Нур-Орда. Қошеметтеріңіз қайда, я, керемет. И үшінші жаңалық, третья радость, это сүндет той Райымбека. Тамаша. Райымбекіміздің сүндет той құтты болсын. Тоқтамай шамалдырайық. Еш құтты болсын. Рахмет. Құрмет хандар мырза. Кешарық той құтты болсын, Мокабай. Бүгінгі шаңырақтағы қуаныштарың құтты бола берсін. Адимок дипломың құтты болсын. Еліміздегі беделді, белгілі архитектор болуыңа тілектеспін. Айым, сен де оқуды биыл бітіріп жатсың. Біздің Алау екеуі бірдей бітіріп, түркияде құрдас еді. Айым, қадамың құтты болып, жолың ашық болып, алдағы емтиханда саған сәттілік тілеймін. Ал кішкентай ғана Райымбек батырымыздың сүндет тойы мектепке барған қадамы құтты болып, зейіні ашылсын, тұғыры биік тұлға болсын. Баршаңызға осындай той жұғысты болсын. Астана күні, қала күні ерекше
тойлануда биыл біздің астаналық қоғамымызға 18 жыл, 18 жылда ең әсерлі мен үшін қала күні тойланған ол бүгін болып тұр. Ақтүйенің қарны жарылған, сондай бір жақсы адамдардың басы осындай бір керемет мейрамхананың астына бір жиналып, шат-шадыман, тамаша көңіл күйде тілекті ақтарып жатырмыз. Әрқайсыңыздың осы тойға аттап келген қадамдарыңызға гүл бітсін, Алла разы болсын. Түкеннің ол қыздары төрде отырған, сіздерді жақсы көремін, шын айтамын. Мен де Түкеннің қызымын. Әрқашанда Түкеннің ол қыздарын жүреміз. Кешегі берген концертте де Құдай осы тай-тұяқ қызбен келіп, залды толтырып, гөй-гөйлеп өздеріңіз билет сатып алып келіп, қолдап, жарқырап отырған кезде кәдімгі өзімнің туған апа, аға, қарындас, бауырларым қолдағандай керемет сезімде болдым. Ауди, Аслен! Ата-ана ретінде біз ойлаған ұдай дүниеден де асып түсетін, таңғалдыратын нәрсе жасап жатсың біз үшін. Қатты жақсы көремін мен сені. Кеше Дубайға бардық қой, диплом алып кетуге. Кәдімгі мен Қазақстанда қақшай өзімше болып, менсінбей алдыға кетіп жүремін ғой. А Дубайда наоборот сүгіріп қаламын. Демалып деген қарсы бәрін шешіп анда жетіп білмеймін. Мен қандай қыз дүниеге әкелгем деп, Алла тағалам деймін, тәуба шүкір деймін. Осындай Алла тағала жаңағы шүкір айтамын бергені деген сөз бар ғой әннің ішінде. Сансыз шүкіршіліктер. Алла тағала осы 5 баламды дүниеге әкелуге бұйырған, және де 5 баламды әкелген мен әлемдегі ең бақытты анамын. Әдемі ешнәрсе сұрамайды екен өмірде. Маған ананы алып бер, мына жаққа барғым келеді, мынандай көлік мінгім келеді немесе деген сияқты. Тыныш-қана кәдімгі үйдің бөпесінің бірі, әке-шешесін тыңдай тыныш-қана үйдің үлкені. Мен білмеппін әдемі қатты сол нәрсені аңсап жүргенін осыны атпаймын. Өткенде бір сырласып шай ішіп отырып қалған кезде айтып қалды, осындай көлік мінгім келеді деген сияқты. Сөйтіп әдемі шынымен қатты мінгім келіп жүрмін, мен сені қалай байқамадым деп ойлап айттым да, мама мен енді айта алмай жүрген болатын, қатты сені хочу машину деді. Содан көп ұзатпай бардым, таза өз еңбегімен Ауди, Аслен! Адамның қолынан келеді екен. Мен қатты бір уайымдағам, қалай болады бұл 5 баланы мен қалай асыралай аламын ба, қалай болады деп. Уайымдайсың ғой, әйел адамбыз, нәзікпіз, кішкене әлсізбіз. Бірақ Алла тағала ол басқаша бір күш қуатты бойына жібереді екен. Қорықпа, сен де алға басасың, қолынан бәрі келеді деген сияқты. Мен өзім шынымен ойламаппын. Біздің қазір өмір сүру салтымыз одан сайын жақсы болып кеткен сияқты ма білмеймін. Позитивпен, шетелдегі бір айда 2 бөлек. Қайырлы кеш, қонақтар. Біріншіден мама рахмет айтқым келеді. Мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз сен керемет анасыз. Мен үлкен ер адам болғанда сізге бәрін жазып беремін, уәде беремін. Сосын Райымбек, айым әдемі, мен сіздерді құттықтаймын. Қонақтарға келген көп рахмет. Мен мамаға үлкен рахмет айтқым келген. Себебі мама всегда рядом, мама нас поддерживает, бізбен бірге, бізге мотивация береді любой кезде. Әдемі айым Райымбек, мен сені құттықтаймын. Әдемі вот универ закончила. Я прям в будущем дальнейшем атақты актриса болды, чтобы своих целей могла добить. Райымбек уже официальный школьник. Рахмет, сіздер өте қатты жақсы көремін. Мамам сізге рахмет, сіздер қасымызда жүресіз. Я вас очень сильно люблю. То, что қасыңызда жүресіз, осылай бағып жүрсіз. Ешқандай қиындықты бізге көрсетпейсіз. Тихонько жылап аласыз, бізге көрсетпейсіз. Бірақ та енді бізді сеземіз, сіздің балаларыңыз. Мен сізді өте қатты жақсы көремін, осы сіздің бәрі еңбегіңіз. Рахмет, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Я прям очень сильно их люблю. За то, что они мені қолдап жүр. Любой қиындық болған кезде бір-бірімізбен сырласып, әңгіме соғып, сол кезде ішімізден
успокаиваться. Вот, әдемі сен нағыз сестра деген нәрсені көрсете алдың реально. Документпен осы менің екінші анам болғандай болды. Осы кішкентай кезімнен бері сен мені осылай, даже бақыттың 4 жаста болғанда мен сені өте қатты жақсы көремін. Мам, сіз осының бәрін қатты жақсы көремін. Актриса, вообще артистка, вообще, ты вообще супер. У тебя талант с рождения. Я тебя всегда говорю. Люблю. Президентке. Сол кісінің қолынан арнайы отбасының елдің болашақ министрі. Одан кейінгі біздің білімді осы әулеттің абыройын алға сүйрейтін қызғалдақ қыздар. Мына аяғы үшке дейін оқып келді. Құр жүрген жоқ. Біз бітірсе оқимыз. Алақаннан майжалайды күн тусын. Не деген красота. Жұрттардың бір кольцо арманы болса, мінекей 4 кольцо Audi. Адимовтың құтты болсын машинасы. Красота. Әрине, үй тазалау мәселесінде мен толыққанды сенім артатын тазалау компаниясы S-Cleaning Астана. Аллаға сансыз шүкір, үйдің ішін бәрін ап-ақ қылып беріп жатыр. Мына қараңыздар. Мына орындықтарды арнайы чистка жасайды аппаратпен. Аппараттар, средстволары, тряпкалары, тағы да керек анау. В общем, барлығын өзі тасып алып келеді. Еш мазаңызды алмайды. 4 қыз келіп, мына стремянканы айтқандай, осыған дейін өздері алып келеді ғой. Ана терезеден қараңыздар, қандай тап-таза болып жатыр. Көрдіңіздер, люстралар таза. Ана біздің қол жетпейтін төбелердің іштерінің шаңдарына дейін сүртіп, холодильник, морозильник, шкаф, кухнядағы шкафтар, киімнің шкафына дейін тазалап кетеді ғой. Үшін осындай компания енді білмеймін. Қанша адамдар, қанша жерлер хабарласады, мен тек осы компанияға жұмыс жасаймын. S-Cleaning жасай беріңіздер. Сіздар, достарым, жандарым, оқырмандарым, амансыздар ма? Кешеге дүркіреген тойды өткізіп, қалыпты өмірге қайтадан оралып жатырмыз. Дәл осындай әдемі көрініс. Каникул қалай өтіп жатыр? Балаларыңыз немен айналысып жатыр? Іштері пысып жатқан жоқ па? Іштері пысқаннан қайтадан мектепті ақсап жүрген жоқ па? Асығып жүрген жоқ па? Жалпы қалай каникулдарыңызда не істеп жатсыздар? Біз сол, мен де бүгін таңертең ұйқыдан тұра салып соны ойладым. Қарны тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын дейді. Балалар бір белгілі бір дүниемен айналысса екен деген ой келді. Кішкене мазам кете бастады. Бір тыпырлап қалған адаммын ғой. Сол бір ойымен бөлісейін деп отырмын. Ал достар, назар аударайық. Ал айтайын. Міне қараңыздар, кәдімгі барлығы секілді телефон қарап отыр, иә. Бұрын таңнан кешке дейін тик-токты өткізетін. Сөзін шыны керек, жасыратын еш нәрсесі жоқ. Кез келген ана секілді менде ой деп көздеріне зияны бар. Ол қарап отқан информацияларының тым пайдасы жоқ екенін көріп, кәдімгі күйінетінмін, сөзін шыны керек. Сөйтіп, жаз уақытындағы күнде таңертең ұйқыда тұрған сәтте мидың жаңағы информация, ақпаратты жақсы қабылдайтын уақытында 1 сағат мен берген тапсырманы орындайсыңдар деп осындай талап қойдым. Не қарап отыр, немен айналысып жатыр, қазір айтып кетемін. Каникул екен деп жаңағы еркіндікке жіберуге болмайды. Ми деградацияға ұшырайды деген секілді. Сабақ басталғаннан мүлдем уақыт болмайды, оны барлығымыз білеміз. Сондықтан пайдалы өткізейік деген шешімге тоқталдық. Ал не қарап отқанын қазір айтамын.